Бөлем мен жолдасымның опасыздығы. Сәлем достар, сіздермен бірге жасырын сыр арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бәрі тым қарапайым басталған еді. Айдана алғаш рет оны көргенде ештеңе сезбеді. Үйдегі кішігірім отбасылық жиын болатын. Ас үйден шыққанда қонақ бөлмеде отырған екі адамға көзі түсті. Жолдасы мен бөлесі күліп әңгімелесіп отыр екен. Таныссыңдар ма деп сұрады Айдана. Жоқ, жаңа танысып жатырмыз деді бөлесі жымиып. Жолдасы да басын изеп жай ғана амандасты. Сол сәтте бәрі кәдімгі, еш ерекшелігі жоқ көрінді. Бірақ уақыт өте сол жай ғана таныстық біртіндеп өзгеріп жатты. Келесі кездесулер олар бір-бірін бұрыннан білетіндей сөйлесетін болды. Ортақ әзілдер, ұзақ көзқарастар, ұсақ детальдарға дейін байқалатын ұқсастықтар. Айдана бастапқыда бұған қуанды да. Жақын адамдарым бір-бірімен жақсы араласып жүр деп ойлады. Бір күні кешкі ас үстінде бөлесі күліп тұрып, сенің жолдасың өте қызық адам екен деді. Айдана да күліп, иә, солай деп жауап берді. Бірақ сол сәтте жолдасының бөлесіне қараған көзқарасы бір сәтке тым ұзаққа созылғандай болды. Бір қарағанда ештеңе жоқ, бірақ бір түрлі. Сол күннен бастап ұсақ нәрселер көзге түсе бастады. Жолдасы телефонмен жиі сөйлесетін болды. Хабарлама келген сайын бір түрлі жымиып қарайтын. Кейде түнде оянып кетсе, оның жоқ екенін байқайды. Балконда тұрып сөйлесіп тұрады. Ал бөлесі бұрынғыдай ашық емес. Көзге тура қарамайды. Кейде сөз арасында абдырап қалады. Бірақ ең қиыны олардың жанында отырғанда сезілетін бір түсініксіз тыныштық еді. Сөзбен айтылмайтын бірақ нәрсе бар. Айдана бәрін ішіне жинап жүрді. Мен артық ойлап жүрмін деді өзіне. Олар жақын адамдар ғой деді тағы. Бірақ жүрек шындықты ерте сезеді екен. Бір күні бәрі анық болды. Жолдасының телефоны үстелде қалып қойған. Айдана оған қол тигізгісі келмеді. Бірақ экран жарқ ете қалғанда көзі түсіп кетті. Бүгінгі кездесу әлі де есімнен кетпей тұр. Жіберген бөлесі. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Барлығы орнына келді. Көзқарастар, үнсіздіктер, түнгі сөйлесулер бәрі бір тізбекке түсті. Айдана телефонды жай ғана орнына қойды. Айқайламады, жыламады. Тек ішіндегі бір нәрсе үнсіз қысынғанын сезді. Келесі кездесуде үшеуі тағы да бір үстел басында отырды. Бәрі бұрынғыдай көрінуге тырысты. Әңгіме, күлкі, бірақ бұл жолы Айдана бәрін көріп отырды. Әрбір көзқарасты, әрбір жасырын ишараны, және ең қиыны оларда оның білгенін сезіп отырғандай еді. Бір нәрсе айтқым келмей ме деді Айдана ақырын ғана. Үнсіздік, ұзақ ауыр үнсіздік. Жолдасы көзін тайдырып, бөлесі ернін тістеп отыр. Сол сәтте бәрі сөзсіз-ақ түсінікті болды. Айдана орнынан тұрды. Мен сендерді тоқтатпаймын деді ол жай ғана. Бірақ мен өзімді жоғалтпаймын. Оның даусы тыныш еді, бірақ сол тыныштық бәрінен қаттырақ шықты. Есік жабылғанда ғана көз жасы төгілді. Бірақ бұл жолы ол әлсіздіктен емес еді. Бұл соңғы нүкте болатын. Есік жабылған сәтте Айдана қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Үй іші тып-тыныш еді. Бұрын осы тыныштық оған жайлы көрінетін. Енді ол бос кеңістік сияқты. Ол асықпай бөлмеге кірді. Барлығы орнында, үстел, орындық, перде. Тек бір нәрсе жоқ, сенім. Сол түні ол ешкімге хабарласпады. Жылап та, айқайлап та, жеңілдей алмайтынын түсінді. Ішіндегі ауырлық үнсіз ғана басып тұрды. Келесі күндері жолдасы бірнеше рет жазды. Сөйлесейікші, түсіндірейін, өтінемін. Айдана жауап бермеді. Өйткені кейбір нәрсені түсіндіру мүмкін емес. Ал кейбір нәрсені тыңдау да ауыр. Бірақ бір аптадан кейін ол кездесуге келісті. Кішкентай ғана кофеханада олар бір-біріне қарама-қарсы отырды. Бұрын бұл адам оған ең жақын еді. Енді бөтен сияқты. Мен қателестім деді ол бірден, даусы бәсеп. Бұл жай ғана түсініксіз нәрсе болды. Айдана жымиып қойды, бірақ ол жымиыс жылы емес еді. Жай ғана ма деді ол жай ғана. Жай нәрселер жасырылмайды. Жолдасы үнсіз қалды.
Сен оны жақсы көрдің бе деп сұрады Айдана. Бұл сұрақ ауада ұзақ ілініп тұрғандай болды. Білмеймін деді ол ақырында. Ал мен білемін деді Айдана баяу. Сен мені енді бұрынғыдай жақсы көрмейсің. Осы сөзден кейін бәрі анық болды. Бұл сатқындық тек бір әрекет емес еді. Бұл сезімнің өзгеруі. Айдана орнынан тұрды. Мен саған жамандық тілей алмаймын деді ол. Бірақ мен бұл өмірде өз орнымды қайта табамын. Ол кетіп бара жатқанда артына қарамады. Уақыт зымырап өтіп жатты. Алғашында әр күн ауыр болды. Әр естелік жүректі сыздатты. Бірақ бірте-бірте ол үйрене бастады. Жалғыздыққа емес, өзіне. Айдана қайтадан күле бастады. Кішкентай нәрселерден қуаныш табуды үйренді. Өзінің кім екенін есіне түсірді. Бір күні айнаға қарап тұрып, ол алғаш рет өзіне бөтен емес екенін сезді. Сол сәтте ол түсінді. Кейде ең ауыр жоғалту өзіңді қайта табудың бастамасы екен. Ал олар ше, олардың тарихы қалай аяқталғанын Айдана білмеді. Бірақ бұл енді маңызды емес еді. Өйткені оның өз тарихы енді ғана басталып жатқандай. Айдана кеткеннен кейін үйдің іші бұрынғыдан да тыныш болып қалды. Есік жабылған сәттен бастап оның жолдасы Ернар сол орнында ұзақ отырды. Қолдары тізесінде, көздері бос кеңістікке қадалған. Ол дәл қазір не жоғалтқанын толық түсініп тұрған жоқ еді. Бірақ бір нәрсенің қайтып келмейтінін сезді. Телефоны үнсіз жатты. Бұрын Айдананың қайдасың деген қарапайым хабарламалары оны жалықтыратын. Енді сол қарапайым сөздердің өзі жетіспейтіндей. Ал бөлесі Мадина сол күні үйіне қайтқанда өзін айнадан танымай қалды. Мен не істедім деп сыбырлады ол. Басында бәрі басқаша еді. Ернармен алғашқы әңгіме, жай ғана қызық диалог, сосын ұзақ сөйлесулер, түсіністік, бір-бірін тыңдау, ол мұны махаббат деп ойлады. Бірақ Айдананың көзіндегі үнсіз ауырлықты көргенде бәрі өзгерді. Бұл махаббат па? Әлде біреудің бақытының үстінен салынған қателік пе? Бір апта өтті. Ернар Мадинамен кездесуге келді. Олар бұрын жиі баратын саябақта отырды. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша еді. Біз сөйлесуіміз керек деді Ернар. Мадина үнсіз басын изеді. Мен бәрін жоғалттым деді. Бірақ ең қиыны, мен өзімді де жоғалтып алдым. Мадина көзін төмен түсірді. Біз бастамауымыз керек еді деді ол жай ғана. Бұл сөз екеуіне де ауыр тиді. Сен мені жақсы көрдің бе деп сұрады Ернар. Мадина бір сәт ойланды. Мен сенімен болған кезде өзімді жалғыз емес сезіндім деді ол. Бірақ бұл дұрыс болған жоқ. Ұзақ үнсіздік. Сол күні олар алғаш рет бір-бірінен алыстап кетті. Сезім бар еді, бірақ ол енді ауырлыққа айналғандай. Айдана жаңа қалаға көшті. Жаңа жұмыс, жаңа орта. Басында бәрі жат көрінді, бірақ дәл сол жаттық оған керек еді. Ескі естеліктерден алыс болу үшін бір күні әріптестерімен отырып, ол байқамай күліп жіберді, шын жүректен. Сол сәтте өзі де таң қалды. Мен әлі де күле алады екенмін. Ернар бұрынғы үйінде қалды. Бәрі сол қалпы. Тек Айдана жоқ. Ол жұмысқа барып қайта келеді, күндер өтеді, бірақ өмір алға жылжымайтындай. Бір күні ол ескі фотоларды қарап отырып тоқтап қалды. Айдананың күлкісі қарапайым, шынайы. Сол кезде ғана ол кеш түсінді. Ол тек әйелін емес, өзінің ең дұрыс таңдауын жоғалтқан. Мадина өзгерді. Ол бұрынғыдай жеңіл сөйлей алмайтын болды. Әр сөзін ойланып айтады, адамдарға сену қиындады. Бір күні Айданаға жазғысы келді. Ұзақ отырды, хабарлама терді, өшірді. Соңында тек бір сөйлем ғана қалды. Кешір. Бірақ жібермеді. Кейбір кешірімдер сөзбен емес, өмір бойы іште қалады. Бір жылдан кейін Айдана мүлдем басқа адамға айналды. Ішкі жағынан күштірек, сабырлы, өзін түсінетін. Бір кеште ол кітапханада отырғанда бір ер адаммен танысты. Әңгімелері жеңіл басталды. Бұл жолы ол асықпады. Өткенін ұмытпады, бірақ соған байланып қалмады. Үшеуі де тірі, үшеуі де аман. Бірақ олардың өмірінде бір ортақ нәрсе мәңгі қалды. Бір кезде болған таңдау бәрінің тағдырын өзгерткен.